26 сабақ. Балалар, сабақты бастаудан алдын каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпайық. Мен сендерге тапсырмалардың жауаптарын ауызша айтып кетемін. Сендер видеоны тоқтатып тұрып, немесе үлгермей қалсаңдар, видеоны қайтадан көріп, осы сабақтың жауаптарын дәптерлеріңе жазып алуларыңа болады. Түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрай беріңдер. Келесі сабақтарда шығаратын боламын. 27-ші тапсырма: мәтінді оқы. Сөзді және басқа дыбыстарды кез келген қашықтыққа жеткізу үшін америкалық профессор Белл 1876 жылы телефонды ойлап тапты. Тиісті адамыңмен сөйлесу үшін байланыс желісінің екі басында да әрі телефон, әрі микрофон болуы шарт. Микрофон мен телефонды біріктіретін құрылғыны микротелефон деп аттайды. Кәдімгі телефон трубкасы деп жүргеніміз осы. Ол телефон аппаратымен сым арқылы жалғастырылған. Мәтін не туралы? Мәтін телефон туралы. Телефоннан басқа қандай құралдарды білесің? Телефоннан басқа ноутбук, компьютер және де планшет құралдарын білемін. Мәтіннен Ф дыбысы бар сөздерді тап. Мәтіндегі Ф дыбысы бар сөздер: профессор, телефон, микрофон, микротелефон, микрофон және тағы басқа сөздер. Досыңа қоғамдық орында ұялы телефонды пайдалану ережесі бойынша нұсқаулық дайында. Досым, қоғамдық орында телефонды беззвукқа салып жүр, өйткені ол жерде көп адамдар болады. Және телефонды көп ойнауға болмайды, өйткені қоғамдық орындарда кейбір жерлерде оған рұқсат берілген, кейбір жерлерде рұқсат берілген емес. 28-ші тапсырма: көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Анам Алматы кілем жұмыс істейді. Анам шай құятын шайнекті күтіп ұстайды. Телефон алдында сөйлеп тұрған құралай екен. Немесе Фарида Алматы кілем фабрикасында істейді. Анам фарфор шайнекті күтіп ұстайды. Микрофон алдында сөйлеп тұрған құралай екен. Ф әрпі бар сөздердің мағынасына назар аудар. Фарфордан қандай бұйымдар жасалатынын дереккөздерден біліп ал. Фарфордан өте керемет, бағалы бұйымдар жасалады. 29-ші тапсырма: шығармашылық үзіліс. Сиқырлы телефон ойынын ойнайық. Келесі сөз алдыңғы сөздің соңғы дыбысынан басталсын және сөздің құрамында Ф дыбысы болатын болсын. Шкаф, фарап, микрофон және тағы басқалары. Ребусты шеш. Ф, жираф. Бұл жерде Ж алынып тастайды. И, Р қалады. Фи, фир және алма. Фирма сөзі шығады. Ребустың шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Анам фирмада жұмыс істейді. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Балалар, түсінбеген тапсырмаларың болса, комментарияға жазып сұрай берулеріңе болады.